Қайырлы күн. Құрметті оқырман, бүгін сіздерге қазақ журналисті, Ұлы Отан соғысының ардагері, қоғам қайраткері Үсенбай Бақтиярұлы Тастамбеков туралы айтатын боламыз. Ол өз өмірін ел қорғауға, кейін бейбіт заманда журналистика мен ұлттық руханиятты дамытуға арнаған тұлға. Үсенбай Тастамбеков 1919 жылы Алматы облысы Қарасай ауданының Қарапайым ауылында дүниеге келген. Балалық шағы ауыл өмірінің қиында, еңбекке толы жағдайында өтті. Ерте жастан еңбекке араласып, білім алуға ерекше құштарлық танытты. Ауыл мектебінде білім алып, сауатын ашқан соң қоғамдық өмірге белсене араласа бастады. 1939 жылы Кеңес армиясы қатарына шақырылды. Ол әскери дайындықтан өтіп кіші командирлер курсын тәмамдады. 1941 жылы басталған Ұлы Отан соғысы кезінде майданға аттанып, жаумен шайқасты. Үсенбай Тастамбеков жауынгер ретінде ғана емес, партизандық қозғалыстарға қатысқан сарбаз ретінде де танылды. Соғыс жылдарында бірнеше рет жараланып, ауыр жағдайға қарамастан майдан шебінде ерлік көрсетті. 1943 жылы жарақатына байланысты елге оралды. Соғыстан кейін ол ауыл шаруашылығы саласында еңбек етті. Журналистиканың қалыптасуына әсер етті. 1990 жылдары ұлттық руханият пен тіл мәселесіне белсене араласты. Ол қазақ тілі қоғамының аудандық бөлімін басқарып, ана тілінің мәртебесін көтеруге үлес қосты. Ол Қаскелең және Жамбыл аудандарындағы басылымдарды басқарды. Оның редакторлық еңбегі жергілікті қарапайым еңбек адамынан бастап, қоғамға пайдалы қызметтерге араласты. Үсенбай Тастамбеков бірнеше публицистикалық мақалалар мен естеліктер жазған. Оның шығармалары соғыс шындығын, адам тағдырын және ел өмірін бейнелейді. Үсенбай Тастамбековтің есімі ел жадында сақталған. Оның құрметіне Қаскелең қаласында көше берілген. Ол кейінгі ұрпаққа адалдық пен еңбектің үлгісін қалдырды.